Депрессияға қалай түспеуге болады, немесе депрессияға түсіп кеттім, қалай шығуға болады? Көп келген сұрақтардың бірі екен. Ең алдымен айтқым келеді, біз депрессияны, стрессті, апатияны шатастырып аламыз. Депрессия деген енді мейлі кез келген сізге ұнамайтын нәрсе, болмаса сіздің ішкі көңіл күйіңіз, ішкі халіңіздің күрт төмендеп түсіп кетуі мүмкін. Не үшін? Стресстің көп болғанынан, ішіңізде обидаларды ұзақ сақтағаннан, немесе өзіңізді чувствование деген нәрсе бар, өзіңізді көп кінәлап, білмеймін, өміріңізде бір қатты сізге ауыр тиетін бір эмоционалдық боль беретін бір жағдай болған шығар, мен білмеймін қандай болғанда. Сондайлардың барлығы әрине настроение, көңіл күйіңіз түсірген кезде бұл бір физиологиялық тұрғыда бізге әсер етеді, кортизол гормоны бөле бастайды. Бұл кортизол гормоны жалпы құлшынысымызды, өмірге деген құлшынысымыздың барлығын төмендетіп, тіпті ұйқымызды, денсаулығымызды тіпті төмендете бастайды. Сондықтан депрессиядан шыққыңыз келе ма, ең бірінші әрине айтатыным ол номер 1 фишка ол дұға. Алладан байланысымыз біздің дұрыс емес болған кезде, ішкі халіміз, білмеймін, жүрегімізде оған деген байланысымыз үзіле бастаған кезде, болмаса кішкене әлсірей бастаған кезде біздің рухымыз ашыға бастайды. Осы рух ашыққан кезде біз тәніміз асқазан ашқан кезде қамын тойдыра береміз, бірақ рухтың ашыққанына мән бермейміз. Ал бұл рух, бұл жүрек тек Алланы еске алған кезде ғана тынышталады. Ол туралы анық Құранда айтылды. Сондықтан депрессияда жүрсіз ба, білмеймін, көбірек Құран тыңдаңыз, зікір етіңіз, дұға жасаңыз, тілеңіз, ең бірінші Алланы айтатын едім. Екінші, мүмкіндігіңіз болса, егер өзіңіз шығара алмай жатқан болсаңыз, психолог маманға барып көріңіз, бірақ ол кәсіби болсын. Үшінші, прям ондай да жағдайыңыз болмаса, осы мотивацион, бір жақсы көңіл күйіңіз көтеретін нәрселерді көбірек көріңіз. Может, просто сонымен айналысыңызшы, басқа бір ақыл нәрсе айтпай қояйын сізге. Көңіл күйіңіз көтеретін бір комедиялар, болмаса бір бұрын өтіп кеткен бір әдемі видеоларыңыз бар шығар. Әйтеуір сіздің көңіл күйіңіз не көтереді? Осы нәрсені көбейт, ана кортизол гормонын азайтып, бізге барынша серотонин, мелатонин гормондарын көтеріп алу керек. Сол кезде ғана ми қайтадан өзінің қалыпты жұмысына түсіп, уже ол шешімдер іздей бастайды. Бұл бір 2-3 қана жолын айттым. Қалғандарының барлығы тағы да менің осы YouTube каналдарында бұның барлығын әдемілеп тұрып талқылағанбыз. Сондықтан кім депрессияда жүр, дәл қазір мен баршаңызға Алланың жеңілдігі мен мейірімін тілеймін.